Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте жеңіл, дәмі бірақ өте дәмді көктемдік алма пирогының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Ол үшін ең алдымен 4 жұмыртқамызға шекерімізді қосып, жақсылап миксерлеп аламыз қанты ерігенше. Онан кейін оның үстіне ерітілген сары майымызды және сүтімізді қосып, тағы да миксерлейміз. Барлығын бір қалыпқа келтіргеннен кейін үккіден қопсытқышпен ұнды араластыра отырып, осылай өткізіп алып тестамызға құямыз, миксерлеп аламыз. Міне осындай консистенция шығу керек. Енді маған бар жоғы бірақ алма кетті осы кішкене пирог үшін. Әрине ол сіздің жаңағы формаңыздың көлеміне байланысты. Осылай формамызды майлап аламыз да пирогымызды құйып, алмамызды орналастырып шығамыз. Осылай рет-ретімен орналастырып шығыңыздар. Мен үстіне штрудель септім. Әрине ол өз қалауыңызға орай. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне осындай керемет пирог шығатын болады.